Сәлем достар, сіздермен бүгін шахмат тортын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қант, жұмыртқа, сұйық май, ұн, ыстық су және какао қажет болады. Какаомызды ыстық суға араластырып дайындап аламыз. Ыдысымызға 4 жұмыртқамызды кесектестіріп шағып, оның үстіне қантты саламыз. Қантымыз еріп, біркелкі масса әппақ болғанша көтерілгенше миксерлейтін боламыз. Дайын болған массаның үстіне дайындап қойған какаомызды құямыз және сұйық майды бірден құйып жібереміз. Сосын араластырып бір миксерлейміз. Араласқаннан кейін ұнымызды саламыз. Менде ұн мен разрыхитель бірге араласқан. Осылай ситадан өткіземіз. Дайын болған қамырды қызып тұрған пешімізге пісіруге жібереміз. Бұл бізде шоколадты бисквит болады. Одан кейін желатинді сүтке араластырып алып қоямыз. Бұл шамалы ісінуі керек. Осы аралықта бисквитіміз піседі. Бисквитті екіге бөлеміз. Біріншісін алып, екіншісімен жұмыс жасаймыз. Бұл бізде шахмат торттың ортасы болып есептеледі. Осындай керекті мөлшерде формалармен кесіп аламыз. Бұл менде 2 сантиметрден арасы. Теңдей етіп, әдемі біркелкі тегіс етіп кесуге тырысыңыздар. Сол кезде шахмат торттың ортасы түзу болып шығатын болады. Кесіп алған осындай корждарымызды осылай екіге бөлеміз. Екіге бөлгеннен кейін осылай шығуы керек. Бұлардың араларына біз қазір крем салатын боламыз. Сол кезде әдемі шахмат торт шығады. Осылай өлшеп кесіп алғаннан кейін алып қойған коржымызды кольцоға орналастырамыз. Бұл тортты біз кольцода жинаймыз. Сол кезде тегіс торт шығады. Осылай орналастырғаннан кейін желатинімізді водяной баняда ерітетін боламыз. Бұл бізде творожный сыр. Бір араластырып қоямыз. Одан кейін салқын сливкиді бір араластырып сахарный пудра қосамыз. Және осы еріген желатинімізді жайлап құйып араластырамыз. Бізде енді бұл қою крем шықпайды. Өйткені желатин қосқаннан кейін осылай творожный сырымызды саламыз. Осындай қоймалжың крем шығады. Одан кейін кольцомызда осы тортымызды жинайтын боламыз. Корждың үстіне крем жағамыз, тегістейміз. Одан кейін бірінші бөлікті алып қойған кольцолы корждарды жинап шығамыз. Осылай біріншісін қоямыз. Ортасын ашық қалдырып екіншісін саламыз. Және үшіншісін салып шығамыз. Түзу біркелкі етіп орналастырасыздар. Және арасына осындай кремді құйып шығамыз. Қасықпен құйсаңыздар да, мешокқа салып құйсаңыздар да болады. Маған қасық ыңғайлы болғасын осылай құйдым. Және бірінші бөлігін осындай кремдермен тегістеп жібереміз. Креммен тегістеп болғаннан кейін енді екінші корж кольцомызды жинаймыз. Бұл кезде кремнің үстіне қоямыз. Корждың үстіне емес, кремнің үстіне жинаймыз. Мінекей видеодағыдай етіп жинайсыздар. Енді осының арасын тағы да креммен толықтырамыз. Креммен толықтырғаннан кейін тегістеп холодильникке 4-5 сағатқа, болмаса кешкісін жасап, бір күн холодильникке қоюға болады. Мен осылай форма қиып алдым. Шешіп аламыз. Кольцодан шешкеннен кейін бір тегістеп жібереміз. Артық корж кремдерін аламыз. Одан кейін осы қиған форманы тортымыздың үстіне орналастырамыз. Бұл бізде бетін әсемдеу үшін. Осындай қағаздарды қойып шығамыз. Барлығын кезектестіріп қоямыз. Одан кейін ортаңғы бөліктерін аламыз. Дәл осылай етіп ортаңғы бөліктерін аламыз. Одан кейін көлденеңінен қоямыз. Осылай қойғаннан кейін оның да ортаңғы бөліктерін аламыз. Және какаоны ситадан өткізіп, осылай сеуіп шығамыз. Сеуіп болғаннан кейін ақырындап какаомыз шашылып кетпейтіндей етіп қағаздарды жай аласыздар. Неке осындай бірінші какаолы формамыз шығады, осындай көбік болып. Одан кейін таза қағаздарды қайтадан осы какао сепкен бөлікке қоямыз. Осылардың үстіне қойып шығамыз. Тағы да какаомызды ситодан өткізіп себеміз. Бұны да ақырындап аламыз. Біркелкі етіп формамызды келтіретіндей етіп аламыз. Бізде осындай әдемі шахматтың жолы түседі.
мінекей өте керемет болып шығады, өте жұмсақ, дәмі де ерекше. Өйткені бұл бізде крем суфле болып шығады. Торттың да коржы жұмсақ, кескенде де көрініп тұр. Іші де сырты да шахматты болып шығады. Жасалу жолы бір қарағанда қиын болғанмен, егер өзіңіз жасасаңыз өте оңай. Бір коржбен, креммен осылай орналастырып шығатын торт. Менің жасаған тортым ұнаса, лайк басыңыздар. Сіздер де жасап көріңіздер. Көргендеріңізге көп рахмет.